Сәлеметсіздер мен студенттер. Мен ақпараттық технологиялар колледжінің оқытушысымын. Аты жөнім Садыкова Жанар Еркіновна. Бүгінгі сабақта біз сіздермен келесі тақырыпты қарастырамыз. Тақырыбымыздың атауы серверлердің түрлері. Сабағымыздың мақсаты: білімділік, студенттерге сервер туралы түсінік беру, серверлердің түрлерімен таныстыру, дамытушылық, студенттердің сабаққа деген қызығушылықтарын арттыру, тәрбиелік, студенттерге берілген білімді дұрыс қабылдауға дағдыландыру, интернет ресурстарымен жұмыс жасауға бейімдеу. Енді сабағымызды бастамас бұрын сервер терминімен танысып өтейік. Сонымен, сервер дегеніміз не? Сервер бұл файлдар, қалталар және компьютерлердің деректері сияқты деректерге ортақ қатынасуды, сондай-ақ желі пайдаланушыларына электрондық пошта қызметтерін қамтамасыз ететін компьютер. Демек, бір сөзбен айтқанда, сервер дегеніміз бұл компьютер. Енді серверлердің қызметтерін қарастырайық. Бұл екі түрге бөлінеді. Біріншіден, бұл есептеу желілері құрамындағы бірнеше компьютерлерге ортақ шалғай құрылғыларды, оған мысалға лазерлік принтерлер, дискілер, модемді пайдалануға кез келген тағайындап отыратын негізгі түйінді компьютер болып табылады. Мұндай серверде нәтижесін бірнеше тұтынушы пайдаланатын қолданбалы программада жұмыс атқара береді. Екінші қызметі: бұл басқа программаларға қызмет ететін, солардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін программа. Келесі слайдта біз сіздермен серверлердің түрлерімен танысамыз. Серверлердің түрлері екі түрге бөлінеді. Бұл қызметіне қарай және көлеміне қарай. Ең алдымен сіздермен қызметіне қарай серверлердің түрлерімен танысайық. Бұл біріншіден клиент сервер, файл сервері, пошта сервері, веб сервер, прокси сервер, DNS сервері, FTP сервері, чат сервері, мәліметтер базасының сервері, телнет сервері, SIP сервері, кластерлік серверлер, бөлінген серверлер, ортақ серверлер, бұлтты серверлер, кескін серверлері, аудио-видео серверлер және соңғысы топтық бағдарламалық жасақтама сервері. Енді әрқайсысына тоқталып өтейік. Сонымен, клиент сервер дегеніміз не? Клиент сервер моделі бұл есептеу техникасы архитектурасының моделі болып табылады. Сервер мен клиент арасындағы клиент сұратқан қызмет сұратуларына сервердің берген ресурс немесе қызметтер жұмыстарын бөліп таратып, үйлестіріп тұратын үйлестірген қосымша қызметі болып табылады. Келесі файл сервер. Файл сервер жергілікті желінің ядросы болып табылады. Әдетте жоғары өнімді мини-компьютерлер операциялық жүйені жүктейді және желі арқылы берілген мәліметтер ағымын басқарады. Жекелеген жұмыс станциялар және кез келген бірге пайдаланатын перифериялық құрылғылар, мысалы принтерлер, барлығы файл серверге қосылады. Әрбір жұмыс станциясы өзінің дискілік операциялық жүйесімен басқарылады. Мысалға DOS, Windows немесе Linux тәрізді кәдімгі дербес компьютерді көрсетеді. Келесі пошта сервері. Бұл жергілікті желілер бойынша да, ішкі модем бойынша да жіберілетін және алынатын ақпараттар сақтаулы компьютер. Оны пайдаланушы адам өзіне ыңғайлы кез келген уақытта өз атына келіп түскен ақпаратын жібере алады. DNS сервері. Тиісті хаттама бойынша сұрау салулар DNS-қа жауаптар үшін қолайлы қосымша. DNS сонымен бірге сервермен қосымша іске қосылған хост деп те атайды. Келесі бұл FTP сервері. FTP-ның толық атауы бұл файл трансфер протокол. Енді қазақ тіліне аударатын болсақ, бұл файл апарғызу хаттамасы деген мағынаны білдіреді. Сервердің бұл түрі файлдарды компьютерлер арасында, яғни бір клиенттен екінші клиентке тасымалдау үшін қолданылады. FTP серверлері веб-беттерден
веб-серверлерге файлдарды, суреттерді, бейнелерді, резервті көшірмелерін және басқаларын қосу ақпараты жүктеу үшін қолданылады. Мәліметтер базасының сервері. Бұл сақтау қызметтерін ұсынуға, бір немесе бірнеше клиенттер пайдаланатын мәліметтер базасын орналастыруға және басқаруға дайын компьютерлер. Бұл серверлер сонымен қатар деректерді талдауға және манипуляциялауға, сақтауға және басқаларға қатысты тапсырмаларды орындайды. Келесі Telnet сервері. Telnet бұл телекоммуникациялық желі, кез келген компьютерге қашықтықтан кіруге мүмкіндік беретін желілік хаттама болып табылады. Telnet серверінің міндеті осы байланысқа рұқсат беру. Бұл жағдайда қатынау кез келген графиктік интерфейсіз беріледі және басты мақсат ақаулықтарды қашықтықтан жою болып табылады. Чат сервері. Бұл белгілі чаттардағы пайдаланушылар арасындағы ақпарат алмасуды басқаруға және қолдануға арналған сервер түрі. Ең танымал чат серверлердің бірі ол IRS, Internet Relay Chat. Бұл пайдаланушылар арасында нақты уақытта қосылуға мүмкіндік беретін бірнеше бөлек серверлер желілері болып табылады. Келесі SIP сервері. Серверлердің бір түрі SIP прокси немесе регистрар деп те аталады. Интернет арқылы телефон қоңыраулар үшін байланыс орнатуға жауапты. Бұл желідегі барлық SIP қоңыраулардың конфигурациясын басқаратын IP ATS-тің негізгі компоненті болып табылады. SIP серверлері пайдаланушымен байланыс орнату үшін қол жетімді IP мекен-жайын сақтайды. Бұл негізінен сервер түрінің мақсаты. Өйткені ол аудио немесе бейнені жібермейді. Келесі бізде кластерлік серверлер. Көптеген клиенттердің сұранысын қанағаттандыру үшін жалғыз сервер жеткіліксіз. Сондықтан кластерлік серверлер бар. Олар бір тапсырмаға арналған серверлер жиынтығынан басқа ештеңе емес. Олар ақпаратты сақтауға мамандырылған командалар, сондықтан олардың деректерді сақтауға үлкен мүмкіндіктері бар. Сервер кластерін құрудың мақсаты басқа серверлермен ақаулықтарға байланысты ақпараттың жоғалуын болдырмау. Бөлінген серверлер. Бұл типтегі серверлер веб-хостинг үшін қолданылады. Бұл компанияны эксклюзивті пайдалану үшін толық серверді жалға алудан тұрады. Осылайша, сіз машинаның барлық ресурстарын ләззат алу үшін серверді толық басқара аласыз. Бұл серверлердің үлкен артықшылығы. Бұл веб-парақтың конфигурациясы аясында көбірек әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін дискілік кеңістіктік көбірек болуы. Әрине, ортақ серверлерге қарағанда арнайы серверлер қымбатырақ болып келеді. Ортақ серверлер. Бөлінген серверлердің айырмашылығы. Ортақ серверлер дегеніміз ол бірнеше клиенттер серверді пайдалануды бөлісетін серверлер. Әдетте бұл веб-сайттарды орналастыру үшін ең көп қолданылады. Өйткені оның бағасы арнайы серверлерге қарағанда қол жетімді болып келеді. Бұлтты серверлер. Серверлердің бұл түрінің қызметі пайдаланушыларға ақпаратты қорғауға арналған орынды жалдау болып табылады. Олар негізінен үлкен көлемдегі деректерді сақтау үшін қолданылады және осылайша оны компания негізгі компьютерлерінен тыс қалудан сақтайды. Серверлердің бұл түрін көптеген компаниялар өздерінің құнды ақпараттарын қорғау үшін пайдаланады. Мұнда олар әдетте резервтік көшірмелерін жасайды. Кескін серверлері. Интернеттің кеңінен қолдануымен және жаңа веб-беттердің пайда болуымен бірге серверлердің жаңа түрлері дүниеге келді. Олардың бірі кескіндер болды. Бұл командалар веб-сервердің ресурстарын пайдаланбай көптеген кескіндерді орналастыруға мүмкіндік беруге мамандырылған. Осылайша фотосуреттерді сақтау интернеттегі басқа деректерден бөлінеді. Аудио-видео серверлер. Бұл веб-сайттарға мультимедиа мүмкіндіктерін қосуға,
жауап беретін сервер түрі. Бұл мультимедиалық мазмұнды үздіксіз ағын түрінде, яғни ағын түрінде беруге мүмкіндік береді дегенді білдіреді. Бұл соңғы жылдары танымал болып келе жатқан ақпаратты үздіксіз жеткізу әдістемесі болып табылады. Дәл осы серверлердің арқасында қолданушылар жүктелген бейнені алдын ала толығымен жүктемей-ақ, оны қарап отырған кезде де көре алады. Серверлердің көлеміне қарай жүктелуін қарастырайық. Мұнда 3 түрі қарастырылған: мұнаралық серверлер, пышақ серверлері, рак серверлері. Мұнаралық серверлер бұл серверлер сервердің барлық дәстүрлі компоненттерінен тұратын дербес тік блоктар, яғни қатты диск, процессорлар, аналық плата, желілік карта және басқалар. Мұнаралық серверлер нарықтағы ең қарапайым және бірінші сервер іздейтіндерге ең ұсынылады. Олар шығындар мен кеңістік мағынасында жалпы компьютерге өте ұқсас болып келеді. Олар кеңістігі шектеулі, бірақ өз желісіндегі ресурстарды бақылап отыру қажет шағын бизнес үшін өте қолайлы болып келеді. Келесі пышақ серверлері. Бұл Blade серверлері деп аталады, басқаша айтқанда. Бұл Blade серверлері 3 жүйенің ішіндегі ең жинақы болып табылады, өйткені олар шағын қораптар түйінде ұйымдастырылған және модульдерді жобаланған. Бұл кішігірім кеңістікте көбірек серверлерді орналастыруға мүмкіндік береді, яғни бірнеше қалақ серверлерін бір корпустағы тігінен орнатуға болады. Серверлердің бұл түрлері деректерді өңдеуге көбірек және қуатты аз тұтынады, өйткені әртүрлі серверлер қуатты да, салқындатуды да бөледі. Осылайша шығындары да азаяды. Келесі рак серверлері. Бұл жүйелердің бұл түрі интерактивті карточкаларды және басқалармен қатар қосуға арналған кеңейтілген аралық деп аталатын кеңейту слоттары бар модельге негізделген. Бұл компоненттер CD ұйымдастырушы дискілерді жинақтайтын сияқты жинақталады. Сонымен біз сіздермен серверлердің 19 түрін қарастырдық. Назарларыңызға рахмет.